Ассалаумағалейкум көрермен қауым, бүгінгі видеоролигімізде мына алдарыңызда тұрған Қытайдың колонкасын жөндеуге тырысамыз. Бұл істемей қалған. Жалпы бұл ішінде аккумулятормен зарядталатын колонка екен. Енді бұның егесінің айтуы бойынша бұл зарядка алмай қалған екен. Және де бұл егесі бұны мынау USB кабельді ұяшығына тығып суперклейменен қатырып тастапты. Былайша айтқан кезде клейлеп. Не үшін олай істегенін мен түсінбедім. Және де бұл суперклейді құйған кезде де аямай құйыпты. Мына кнопканың барлығы қатып қалған, тас болып. Негізі бұл электроникаға, әсіресе осындай USB зарядталатын ұяшықтарға суперклейді өте абайлап жабыстырған дұрыс. Ол кірмейтін жаққа кіріп кетеді. Былайша айтқан кезде контактыны құртады, сосын дұрыс тимей қалады деген сияқты ғой. Былайша айтқан кезде сонымен істеген ісіңіздің бәрі бір тиын болады. Бұлай қосылу керек, бұлай өшу керек деген сияқты оған жалпы ше. Бұны енді не болған ішін ашып көру керек қазір. Мынау бір болтын алып қойған екен өздері. Үшеуін ашамыз қазір. Ішінде не бар, не жоқ екен көреміз. Шуруптарын шештім. Енді ішін ашып көрсетейін. Мына ішін қарасаңыз, мына USB кабеліміз жалғанатын ұяшықты үстіне суперклейді аямай құйған екен дадауы. Баттастырып тұрып ше. Бұл енді қалай болғанын білмеймін. Бұны алу да оңай емес енді ше. Бұл мынау контактының бәрі, кнопкалардың бәрі қатып қалған, тас болып. Ішінде бір аккумулятор тұр, мынау литионды 18650 деген маркадағы айтқан кезде. Бұны енді мына суперклейді тазарту деген енді ақырет шын айтқан кезде ше. Бұны қайтып тазартсақ болады. Бұған растворитель құйсаң, мынау пластик былайша айтқан кезде пластмассадан жасалған кнопка болсын, басқа болсын, ерітіп жібереді. Көп жағдайда көбісін ерітіп, айбақ-сайбақ қылып, былайша айтқан кезде сәнін құртады кәдімгідей. Өкініп қаласың растворительмен сүрткеніңе. Бұны негізі Демексит деген аптекада сатылады бір. Шыны құтыда тұратын, соны құйып көруге болады да, бірақ ол менде жоқ болып тұр қазір. Енді бірдеңе қылып үйтіп фенмен қыздырып па, бұны енді былайша айтқан кезде мынаны шешіп алуға тура келетін болып тұр ғой. Бізде әйтпесе не болып жатқанын көре алмаймыз да. Соны істеп, ары қарай сіз арасында көрсетіп отыратын боламын. Осы бетіндегі планкасын алу керек та, ол үшін мынадағы пластмасс болтын шештім, гайкасын. Сосын барып мынау қосатын және өшіретін и плюс дауысты азайтып көбейтетін. Бұнда суырып аламыз да, бұның астында мынандай өзінің қатырылып тұратын гайкасы болады. Оны да шешіп алдым. Қатып қалған екен, тас болып. Бұған да суперклей тамған екен да, мына жақтан барып ағып. Бұл да тас болып қатып қалған екен. Оны үйтіп әйтеуір аккуратына фенмен қыздырып 300 градусқа қойып бұрап алдым. Енді мынаны фенмен қыздыру керек. Жаңағы разъемның мынаны үйтіп суырып алу керек. Сосын барып көреміз контакттері қалай болып тұр екен. Үшін бұны да фенмен қыздырдым. Аккуратна. Былайша болған екен ғой. Үшін бұл USB ұяшығы платадан былайша кезде пайкс ажырап үзіліп түскен екен де, оны қатырам дегенде суперге құйып тастаған екен ғой. Оны үйтіп әйтеуір шығарып алдым. Ырғап. Айтқан кезде мұндай нәрселер пәйеліппен бітетін іс қой негізі. Оны суперклейменен бітіргісі келген ғой. Не болса да жеңіл, оңай құтылам деп ойлағанда. Міне суперклей ішінің бәрі толып қалған екен. Олай болады екен енді. Ұяшықты ауыстырмасақ болмайды ау деп қоямын, ішінің бәрі тола. Бұдан тоқ қалай өтеді енді. Мынаны алып тастау керек фенменен. Біріншіден бетін алып алу керек, әйтпесе бетін ертіп аламыз, қыздырып. Өзінің бетін аламыз. Мұны алдында планкасын зорға алды қошым. Суперклейді аямай құйған екен. Жабысып тұр, тас болып. Мынаған жабысып қалған екен мынау. Дауыс шығаратын және переключательге өшіріп қосатын. USB-міздің сыйқы мынау қиғашынан тұр. Мынау бак жүріп қалған не болды өзі.
мына қиғашынан тұр. Бір текст болып тұр ғой. Спекулейшнның бәрі. Бұны алып тастап көреміз енді. Бола ма, жоқ әлде басқасын қою керек па? Сосын барып ішін ашып көрейін дедім. Ішінде не бар екен бұның өзі жалпы. Ақыры алдыма келіп қалған екен, ішін көрейін дедім да. Қытайдың колонкасының айтқан кезде арзан колонкалар ғой. Ішінде в общем дәу бір колонка тұр. Сосын мына бір подсветкаға кеткен 3 кабель тұр. Музыка ойнаған кезде өшіп жанып сән беріп тұратын былайша айтқан кезде, алдамшы көзді алдап тұратын былайша айтқан кезде. Мына отырған антенна есебінде бір жалғыз кабельді ішіне қалдырып қойыпты. Антен. Радио бар ғой, радио. Радио бар. Режим радио деген антенна тұр. Bluetooth'де болуы мүмкін бұда енді, білмеймін шынын айтқан кезде. Тексеріп көрмедім әлі қосып. Қазір осының бәрін қалыпқа келтіріп, арасында көрсетемін. Мына USB ұяшығымызды феннің көмегімен шешіп алдым да. Былайынан анықтап қарасам, ішінің бәріне суберклей толып қалған екен да, бұны тазалағаннан гөрі. Мына бір зарядтауға арналған, литий-ионды аккумуляторында зарядтауға арналған TP4050 болды деген платамыздың осындай USB ұяшығын шешіп осыған қоя салсам ба деп отырмын да, ең дұрысы. Онсыз да күйіп кеткен мынау. Айтқан кезде және де мынаны да шешуге тура келіп тұр. Өйткені бұның ішіне де суперклей құйылып кеткен ба, әйтеуір короче. Бір шығады, бір шықпайды дауыс. Түсінбейсің әйтеуір. Міне, жылтырап тұр ғой. Бұны ашып тазалауға бола ма, болмай ма білмей, әйтеуір шаршатып жатыр ғой әлі. Міне жаңағы USB ұяшығын жаңасын ауыстырдым мынадан алдында. Сөйтсем, короче, бұл платамыздың жыры көбейгенше. Мынау тұрған зарядтауға арналған микросхема ғой. 5 вольтты кіргізеді де шығысынан 4,2 вольт қылып шығарады ровно. Ол барады аккумуляторға береді да. Бұдан былайша ешнәрсе шықпай жатыр ғой. Ендігі ой, бұны алып тастап, бұның орнына жаңағындай істейтін TP4050 қойып жіберу керек болып тұр, басқа вариант жоқ. Өйткені бұдан 5 вольтты прямой берсек, плата қоймай, аккумуляторымыз атылады. Защитасы жоқ болса. Енді сосын бар мынаны ашып көрдім, былайша айтқан кезде ашып көріп, ашып жаққан жоқпын шын бетейін. Ашып кішкене былай тазалағандай болдым, бірақ түк болмады былайша айтқанда. Нәтиже болмады. Қазір ашып көрсетейінші. Мәне былайша үшін. Іші мынандай екен. Осы менен дауысын азайтып көбейтеді, и сосын қосып өшіреді деген дыбалбадам екенді бұл. Короче, кедергісі біресе бар болады, біресе жоқ болады былайша айтқан кезде. Біткен шаруасы, ішіне суперклей құйылып кеткен да. Бұл табылы қоюда қиын екен бұл бәленің өзі. Елден ерекше маякқа бар ғой, желание жоқ осыған бола. Бұның орнына қазір өзі 50 килоомдық екен. Артына жазып қойыпты. 50 килоом деп номиналы, кедергісі. Көріне ме, көрінбей ме? Қау жүріп кіде. В общем, жазылып тұр неде 50 килоом деп көрінбей жатыр. Көшіріп қоя бастады негізі. Орнына бір 50 килоомдық ба бір кедергіні қойып, бір көру керек болып жатыр үшін. Қалай болады деген. Өйткені жаңа тексеріп көрдім. Дауыс бір шығады, бір шықпайды. Орнына басқасын қойып көрем, осыны алып тастаймын да. В общем, мынандай бір 10 килоомдық айнымалы резистор жалғадым да, тексеру үшін. Бұл бұған тура келмейді, арасы ашық та бұлардың үш аяғының арасы. Сондықтан кабельмен жалғауға тура келді. Сосын аккумулятордың орнына мына бұрынғы Nokia деген телефонның ескі аккумуляторын жалақ қойдым, тексеру мақсатында. Қазір мен флешкін тығып көрем. Менде мынандай AUX-тың кабелі жоқ. Жалғап алайын осыны колонкаға. Мына колонканың кабелін жалап қойдым уақытша. Бұл да бір тиіп, бір тимейді екен бұл ше. Бәрі дұрыс болып жатса, бұны кесіп жіберіп пайт етіп тастай салмаймын прямой. Әбден шаршап болды. Флешкеге бір 2 өлең жазып қойдым, тексеру мақсатында. Флешкені оқи ма, оқымай ма көрейін дедім да.
Так, қалай болады екен өзі? Дұрыс тықтым ба, өзі тықпадым ба мен бұны? Қайттан сұрып тұрайыншы. Бәсі. Дауыс кәз аз да тұр. Көбейтіп көрейші. Жеті вольттық аккумулятордан қуат алғанның өзінде дауысы бәледе шығады екен бұның ше, мұндайды ойламап. Енді бұны осыны қалдырамыз ау деймін, осы кабельмен жалғап болсын бірдеңе қылып әйтеуір, өйткені анандай жоқ менде. Сосын бар бол енді ода бабаудан өшіріп қосатын өзінде еді. Оған бөлек өшіріп қосатын қоямыз ау деймін, енді амал жоқ қой, бір жерге тесіп па, әйтпесе оны басқасын сатып келем, желание жоқ шынында айтайын. Қазір соны ұйымдастырамыз енді. Қысқасы мына TP4056 деген литий-ионды аккумуляторларды зарядтауға арналған платаны ше қояйын деп жатқам ғой негізі. Сосын барып өзінің жаңағы бес аяқты жаңағы осындай қызмет атқаратын микросхемасын бір пайда етіп көрініші дедім да, аяқтарын бір может трещина бар ма деген сияқты оймен пайда етіп көрген едім. Істеп кетсе бола ма? Енді бұны қоймайтын болдық былайша айтқан кезде. Жұмысты жеңілдетті бұл енді. Енді жаңа зарядке тыққан кезде вообще қосылмай жатыр еді да. Енді бұл как положено қосылып тұр ғой. Қазір жалғаймын да. Шығысында 0 вольттың ештеңе шығып тұрған жоқтан. Енді 4 вольт шығарып тұр қазір. Қосылып тұр. И сосын қазір көрсетейін, көрсете аламын ба, көрсетемейін бе екен бұны өзі. 5 вольт келіп тұр ғой, негізі 5,1 вольт келіп тұр. Бұл питание арқылы мынау минус. Қазір ыңғайландырып ұстап алайын. Қазір не жақсылап ұстап алайын, сосын көрсетемін. Мына үшін блок питания былайша айтқан кезде 5 вольттық блок питания кәдімгі қарапайым. Шығысында 5,1 вольт келіп тұр. Контакт етпей жатыр. Міне 5,1 вольт. Ал микросхеманың шығысында как раз 4 вольт келіп тұр. Біздің литий-ионды аккумулятор зарядтауға жетеді осы. Бұрыннан сондай болған ғой да. Яғни енді біз платаны ауыстырудың керек жоқ. Бізге енді жаңағы выключатель қою керек. Сосын жаңағы айнымалы резисторымызды кабельмен ба, үйтіп әйтеуір осы платаға жалғастыру керек. Сосын ісіміз бітеді былайша айтқан кезде. Қысқасы былай істедік қой үшін. Өзінің баяғы істемей қалған айнымалы резисторын 50 киломдық орнына қойдым да, бірақ оның ортаңғы аяғын кесіп тастадым кусачкамен. Ал екі аяғын қалдырдым сол күйі. Өйткені мынау платаны ұстап тұратын, басқа ештеңе жоқ екен. Бір шетінде мынау ұстайды екен, микрофон жалғанатын. Разъем екінші шетінен осы ғана ұстап тұрады екен да. Бұны алып тастайын десем, мынау ойнақтап қалайын деп тұр. Сондықтан ойлана отырып, бұл енді орында тұра береді. Бір жағынан енді біз оған выключатель қоюдың керегі жоқ. Бұл енді тек қана выключательдің рөлін атқарады. Дауысын көбейтіп азайтуға бұл ешқандай қатыспайды. Осымен қосып аламыз, немесе өшіреміз. Сосын барып дауысын азайтып көбейте береміз былайша айтқан кезде. Енді барып колонкаға жалғаймыз қазір. Сосын барып қосып көрсететін боламын. Тағы да. Айтқанымдай колонкаға жалғанатын разъемді айтқан кезде кесіп тастадым да. Оны прямой пайда етіп тастадым, термосотқа кесіп как положено. Бір тиіп, бір тимей ертең тағы да бірдеңе деп жүрер дедім да. Алдын алайын дедім. Енді оны қазір қайтадан термоклейменен разъемдарын ажырап кетпес үшін жабыстырып шығамыз. Сонымен болтын бұраймыз да іс бітетін болады. Қазір қосып көрсетемін одан кейін. Міне крышкаларын аман-есен жаптық. Енді қосып көрсетейін. Бұл енді бұрынғы дауысына жауап беретін айнымалы резистор енді мүлде дауысқа
әсерін бермейді. Енді тек қана өшіріп қосуға арналатын кнопканың рөлін атқарып тұр. Енді мұнамен ғана дауысын азайтып көбейте аламыз. Енді қазір жаңа флешканы қайтадан салайын. Ішінде екі өлеңі бар, небәрі. Флешканы тапты. Бұның ішінде аккумуляторы зарядталмастан біраз отырып қалған. Дополнительный зарядкасын таға салайын. Дауысын азайтып көбейтуге болады міне. 4 вольтпен дауысы деген сұмдық екен, бұлай деп ойламаған мен негізі. Бұны негізі мен жаңа түсте бастағам. 1 сағаттың ішінде бітірем деп ойлағам негізі. Кеш болды айналайын. Не болса да әйтеуір сәтті аяқталды деп ойлап отырмын. В общем, колонкасы, мынау микрофоны, ауксы барлығын тексердім, істеп тұр екен. Міне осымен біздің видеоролигіміз аяқталды. Ендеше аман сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайктарыңызды басып, каналды таратуға атсалысыңыздар.